Кімдерге бал жеуге болмайды? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз. Бал біздің ағзамызға өте пайдалы. Сонымен қатар оның зияны да бар екен. Бал адам ағзасы үшін пайдалы заттардың қайнар көзі. Оның құрамы көмірсуға, глюкоза, фруктоза және сахарозаға, А, С, Е, К және Б тобындағы дәруменге бай. Сонымен қатар органикалық қышқылды, ферменттер мен темір, күкірт, калий, мыс, магний, фосфор, иод сынды минералдарды кездестіруге болады. Ағзамызды пайдалы заттармен толықтыру үшін құнарлы тағам, жеміс-жидек, көкөніс жемей-ақ балды тұтынсақ болды емес пе деген сұрақтың тууы заңды. Алайда бал бәрімізге де пайдалы емес екен. Сонымен қатар кез келген уақытта да жей алмайды екенбіз. Бұл туралы толық білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Сонымен балды кімге жеуге болмайды? Бал өте ауыр азық. Сондықтан да оны ұйқы безі ауыратындарға, аллергиясы барларға, 2 жасқа толмаған сәбилерге, қызуы көтерілген науқасқа, асқазан ішек жолдары дұрыс жұмыс істемейтіндерге, жүкті әйелдерге, емізулі аналарға, қант диабетімен ауыратындарға, инфаркт пен инсульт алғандарға, семіздікке шалдыққандарға бал жеуге қатаң түрде тыйым салынады. Балды қалай жеу керек? Мөлшерін білу маңызды. Тәулігіне ересек адамдар үшін 80-150 грамм, ал кішкентайларға 30-50 грамм бал жеу керек. Осы мөлшер ағзаны пайдалы заттармен толықтыруға жеткілікті. Егер құмарлығыңызды баса алмай, шамадан тыс жеп қойсаңыз, жүйке жүйесінің зат алмасудың жұмысы бұзылып, қандағы қант мөлшері көбейеді. Салмағыңыз артып, аллергия мазалауы мүмкін. Таңертең және кешке балдың құнарын бойыңызға сіңіргіңіз келсе, онда 2 рет қабылдайсыз. Таңертең және кешке тамақтанудан 30 минут алдын жеу керек. Аш қарынға жеген бал бойыңызға күш, қуат, сергектік сыйлайды. Нәтижесінде жұмысқа деген құлшынысыңыз артады. Ал ұйқыға жатар алдында қабылданған бал ұйқыңыздың тыныш өтуіне септігін тигізеді. Егер 1 стакан жылы сүтке 1 шай қасық бал немесе шым-шым даршын, корица араластырып ішсеңіз, ұйқысыздық ауруынан бір жолата құтыласыз. Балды жылытуға болмайды. Балды қолданудың өз заңдылығы бар. Соның бірі жылыту мәселесі. Балды жылытқан кезде, ыстық сұйықтықпен араластырған кезде бойындағы пайдалы заттарының бәрінен айырылады. 4-ші, балды аузыңызда ұзақ сақтаңыз. 1 шай қасық балды аузыңызға салып 1-2 секундтай ұстау керек. Сонда құрамындағы фермент бөлініп, көмірсу азаяды. Егер бірден ішке қабылдайтын болсаңыз, онда